Ауzu биллахи минашшайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ахмадия мұсылман жамағатының бүгінгі қарсыластарының уәделенген мәсіх Әзіреті Мирза Ғұлам Ахмедке алейхиссалам тағатын үлкен айыптарының бірі мынадай. Мирза Ғұлам отбасымен ағылшындарға қызмет еткен, және ол өмірінің соңына дейін ағылшын өкіметіне деген адалдығын ашық көрсетіп өткен. Бұл орынсыз айып. Өйткені Әзіреті уәделенген мәсіхтің тірі кезінде оған осындай айыптар, яғни ол ағылшындардың тыңшысы, немесе ол ағылшын үкіметіне қызмет етеді делінген айыптар молдалар тарапынан мүлде тағылмаған. Уәделенген мәсіх Әзіреті Мирза Ғұлам Ахмедті осылайша айыптайтын қазіргі молдалар және олардың сойылын соғатындарға айтарымыз, уәделенген мәсіхтің өмірі кезінде оған сол кездегі беделді ғұламалар тарапынан ол ағылшын үкіметіне қызмет етеді деген секілді айып таққандарына тым болмағанда бір дереккөз тауып берулерін сұраймыз. Шындығына келетін болсақ, керісінше сол кездегі молдалар үкімет басқарған билік иелерінің назарын аударту мақсатында газет пен кітап беттерінде, ақпарат парақшаларында Мирза Ғұлам Ахмед бүлікші, ол заңды ағылшын билігін құлатқысы келеді деп айыптағандарына сансыз деректерді табуға болады. Және сол ғұламалар ағылшын билігін ескерту мақсатында Мирза Сахиб өзін имам Мағди деп жариялаған. Қарада тұрыңдар, ол күш жинап күшейіп алған соң ағылшындармен соғысады деп айыптаған. Тіпті молдалардың айыптаулары бойынша Мирза Сахиб іске белсене кіріскен кезде ағылшындар Британ үкіметімен соғыс жағдайында болған судандық Мағдиді ұмытады деп жазысқан. Судандық Мағдидің қарсылығынан британдық үкімет көптеген шығындарға ұшыраған болатын. Сөйтіп, молдалардың айтуынша Мирза Ғұлам Ахмед іске белсене кіріскен кезде ағылшындарға судандық Мағдидің келтірген шығындары түкке тұрғысыз болып қалады дескен. Сол секілді, молдалар айқын және жасырын түрде уәделенген мәсіх турасында сөз тасып отырды. Соның салдарынан Британ үкіметі оның соңынан жасырын бақылаушылар салып, оның үйінде бірнеше рет тінту жүргізген. Бұның барлығы уәделенген мәсіхтің тірі кезінде орын алған, және сол кезде Үндістанда Британ үкіметі билік еткен. Сол заманда уәделенген мәсіхке ол Британ үкіметіне қауіп төндіреді делінген айыптар тағылған. Бұған қатысты көптеген деректер мен сілтемелер бар. Назарларыңызға солардың бір-екеуін келтіреміз. Сол заманда Ахли хадис ағымының белді мүшесі Мәулави Мұхаммед Хусейн Батталви есімді өте танымал ғұлама болған. Ол уәделенген мәсіхтің нөмір бірінші қарсыласы еді. Сол кезде ол Ишаатус Сунна деген журналды басқарған. Сол журналдың нөмір 16 басылымының 4 бетінде Мұхаммед Хусейн Батталви Британия үкіметіне жолдап былай жазады. Мырзаның өтірігіне дәлел мынада. Ол өзінің ішкі ойында оның дініне жатпайтын адамдарды өлтіруді, олардың мүлкін тонауды заңды және әділетті деп санайды. Сондықтан билік өкілдері оған сенбеулері керек және оған қатысты сақ болулары қажет. Егер қырағы болмасандар, онда Британ үкіметі судандық Мағди келтірген шығыннан орасан зор шығын тартуы мүмкін. Келесі дерек көзде Мунши Абдулла Сахиб ағылшын үкіметінің назарын аудартып, уәделенген мәсіх жайында ескерту жасайды. Ол Құран аяттарын өз мақсатында қолданып, шәкірттерін үйреткен кезде, негізінде Мирза Сахиб өз шәкірттерін үкіметке қарсы соғыс жүргізуге дайындауда. Осы дерек көздермен танысқан көрермендеріміз уәделенген мәсіхтің тірі кезінде оған қарсы мүлде басқа айыптар тағылғанын байқай алады. Кейін уәделенген мәсіх алейхиссалам осы жалған айыптардан өзін ақтап алу үшін исламдық тәлімге сай келесі жайттарға назар аудартты. Ол исламның тәлімі бойынша мүміндердің діни өміріне араласпайтын және мүміндерге төзімсіз шектеулер қоймайтын үкіметке қарсы соғысуға тыйым салынады деді. Сол арада ол Британ үкіметіне қатысты ислам тәліміне сай ислами көзқараспен орынды саналатын бірнеше мадақ сөздерді жария етті. Бүгіндері Ахмадия мұсылман жамағатының қарсыластары сол сөздерді көпшіліктің назарына шығарып, енді келесіде айыптарды тағуда. Яғни Мирза Сахиб, оның жамағаты және оның отбасы Британ үкіметіне адал қызмет еткен, осылайша олар сатқындық жасаған дегендей. Ахмадия жамағатының қарсыластарының мұндай 200-де әрекеттері ізгілік деген ұғымға мүлде қайшы келеді. Өйткені уәделенген мәсіхтің алейхиссалам тірі кезінде оған қарсы, ол Британ үкіметіне қарсы әрекет етуде, ол Британ үкіметінің биліктен тайдырмақ делінген айыптар тағылған. Ол өмірден өткен соң, енді оған қарсы ол Британ билігінің тыңшысы болған, ол сол билікке өз адалдығын анық жария еткен делінген айыптар тағылуда.
Алдында айтып кеткеніміздей, уәделенген мәсіхтің Британ билігі тарапына жақсы сөздер айтқанының бір себебі қаскүнем молдалардың жалған айыптарынан қорғану мақсатында болса, екінші себебі ислам тәлімі бойынша бұндай билікке алғыс айту, шүкірлік білдіру оның имани міндеті болған. Неліктен ислам бойынша уәделенген мәсіх алейхиссалам солай істеуі керек болғанын түсіну үшін бірнеше тарихи факторларды айтып өткеніміз дұрыс. Ахмадия мұсылман жамағатының бүгінгі қарсыластары шын болсын, өтірік болсын, бар күштерін салып, қарапайым адамдарды келесідей суреттемелеріне сендіргілері келеді. Яғни сол кездері Үндістан мұсылмандар билік еткен бір тұтас ел болған. Ағылшындар Үндістанға келгенде, олар мұсылмандарды жеңіп, оларды тақтан тайдырған. Сөйтіп ағылшындар бүкіл билікке қол жеткізіп, Үндістанды өздері дара басқарған. Ал мұсылмандар ағылшындарға қарсы жихад жариялап, барлық уақытта оларға қарсы соғыс жүргізіп отырған. Былайша айтқанда, барлық мұсылмандар ағылшындарға әрдайым қарумен қарсы тұрған. Алайда Мырза Ғұлам Ахмет кенеттен бұндай соғысқа тыйым салынған деп жариялады. Осылайша ол ислам жихадына қарсы заңсыз әрекет жасап, оған үлкен зардабын тигізді міс. Міне Ахмадия жамағатының бүгінгі қарсыластары адамдарды осындай суреттемелеріне сендіргілері келеді. Дегенмен шындығына келетін болсақ, уәделенген мәсіхтің заманында ағылшындарға қарсы ешқандай қасиетті соғыс жарияланбаған да, жүргізілмеген де. Және сол уақытта Үндістанда өмір сүрген танымал мұсылман ғұламалары Британ үкіметіне деген адалдықтарын бір-бірімен жарыса жазысқан. Ахмадия мұсылман жамағатының бұрынғы және қазіргі қарсыластары Британ үкіметінің адал жанкүйерлері болған. Бұны біз ғана айтпаймыз, сондай-ақ Ахмадия қозғалысының қарсыласы бола тұрса да, бірақ адалдық сезімін жоғалтпаған адамдар да осы сөздерімізді растайды. Мысалы, адвокат Мәлик Мұхаммед Джафар өзінің Ахмадият Тахрир кітабында былай деп жазады. Мырза Сахибтің тірі кезінде Мәулави Мұхаммед Хусейн Баталви, Пир Мехер Али Шах Ғорлави, Мәулави Санаулла мен Сэр Сейд Ахмадхан секілді оның танымал және беделді қарсыластары да Мырза Сахиб секілді ағылшындарға жақтас болған. Сол себепті сол кездері Мырза Сахибке қарсы қарсыластары тарапынан жазылған әдебиеттердің ешбір жерінен Мырза Сахиб өз ілімінде бодандыққа көнігуді үйреткен делінген ешбір мәлімет таба алмайсыздар. Бұл Ахмади емес мұсылманның айғағы. Оның айтуынша, уәделенген мәсіхтің ең беделді қарсыластары да ағылшындарға жақтас болған екен. Оның түсіндірмесі бойынша, сол кездері қарсыластардың баспасынан шыққан әдебиеттердің ешбірінде Әзіреті уәделенген мәсіх бодандыққа көнігіңдер, өкіметке қарсы шықпаңдар деп жариялағаны мүлдем сөз етілмейді дейді. Сондықтан сол уақытта мұсылмандардың өздері соғыс жүргізуге дайын болмаған. Олардың ондай құлшыныстары да болған емес. Бұлайша айтқанда, қылыштарымен әрдайым қарсы тұрған емес. Енді біз Үндістан тарихы жайында біраз мағлұмат айтып өткіміз келеді. Бүтін Үндістан бір биліктің қолында өте сирек болған. Мейлі ол сұлтан болсын, не патша, не раджа болсын. Негізі Үндістан 20-дан астам шағын патшалықтарға бөлініп кеткен еді. Әр патшалықтың өзінің дара билеушісі, өз патшасы болған. Ал уәделенген мәсіх алейхиссалам Пенджабта өмір сүрген. Ағылшындар Үндістанға келгенде Пенджабты сихтер билеген. Ал сихтердің исламға, мұсылмандарға деген өшпенділігіне келетін болсақ, сол замандағы олардың исламға деген соншалықты жаулығын бүкіл адамзат тарихынан таба алмайтын шығарсыздар. Пенджабты сихтер билеген кезде пенджабтық мұсылмандарға азан шақыруға рұқсат етілмейтін. Сихтер мешіттердің ішіне есектерін байлайтұғын. Тіпті мешіттердің ішін шошқа қораға айналдырған кездерде болған. Мұсылман қыз-келіншектері ашықтан ашық ұрланып, олардың ар-намыстары жерге тапталды. Сихтер үшін сиырдың бойында аққан қан мұсылманның қанынан әлде қайда қастерлірек саналды. Сол кездері мұсылмандардың халдері өте мүшкіл болған еді. Сихтер үстемдік еткен кездегі Пенджабтағы жағдай жайында өте көп кітаптар, өте көп әдебиеттер баспадан шыққан. Сих билігі кезінде мұсылмандар қандай қиын жағдайларға душар болғанын аңғару үшін назарларыңызға солардың біреуін келтіреміз. Маслун Ален-Надви есімді молда өзінің Үндістан тарихы туралы кітабында былай жазады. Сол заманда Пенджабта сихтер билік еткен. Мұсылман әйелдерінің ар-намысы аяққа тапталды. Мұсылман өлтірілсе, жаза қолданылмайтын, ал сиырды өлтіруге тыйым салынды. Мешіттер атқораға айналды. Бір сөзбен айтқанда, өте үлкен қысымдар болды. Және сол қысымдар Пенджаб аумағынан мұсылмандардың өмірін қиып жатты. Осының барлығын көз көргенімен қарсыласуға күй болмады. Міне сол кездегі Пенджаб мұсылмандардың күйі осындай болған. Сол уақытта Делиде мұсылман патшасы билік еткен.
Бірақ мұсылман бауырларын осындай қысымнан құтқаруға оның батылы жетпеді. Осы кезде Үндістанға ағылшындар келді. Олар сихтерді жеңіп, мұсылмандарға бостандықтың барлық түрлерін алып берді. Олар мұсылмандарға өздерінің діни жоралғыларын орындауға, діни уағыздарын жүргізуге, азандарын ашық шақыруға, өздерінің намаздарын орындауға, әдебиеттерін басып шығаруға рұқсат берді. Сихтер мал қораға айналдырып жүрген мешіттер босатылып, мұсылмандарға қайтарылды. Құрметті молдалар, айтыңыздаршы, мұсылмандарды төзімсіз қысымнан босатып, оларға азаттық әперген үкіметпен не істеу керек? Мұсылмандар осындай үкіметке қандай қарымта жасағаны дұрыс? Оған адал болулары керек пе? Әлде оған қарсы қарулы көтеріліс жасаулары керек пе? Исламда өзіне жақсылық жасап, бостандық әпергенге қарсы тұр, соғыс жарияла деп үйретеді ме? Астағфирулла. Жоқ, қасиетті Құранда жақсылықтың қарымтасы тек жақсылық қана деп үйретіледі. Сондықтан өлінген Мәсіх пен оның сахабалары Құран тәлімін берік ұстанғандықтан сол кездегі үкімет билігіне адал болған. Сондай-ақ олар ғана емес, сол кезде Пенджабта өмір сүрген ізгі мұсылмандардың барлығы да сол замандағы Британ үкіметіне адал болған. Бұл олардың ислам тәлімін ұстанғандығын білдіреді. Өйткені бұл осындай жағдайға қатысты исламның үйрететін ақиқаты. Өлтірілген Мәсіх Әзіреті Мирза Ғұлам Ахметке тағылған тағы бір айыптың сыйқы мынадай. Ол Алланың қасиетті Құранда бұйырған басқыншылармен соғысу жихадын исламдық емес деп жариялады. Бұл оның басқыншы билікке қызмет етуінің мақсаты болған. Негізінде Талибан, Әл-Қайда, Боко Харам, Аш-Шабаб, Даиш секілді топтар мен басқа да экстремистердің миларындағы жихад түсінігі қасиетті Құранға да, исламның бүкіл ақиқи тәлімдеріне де түбегейлі қайшы келеді. Жихад туралы бұндай түсінік исламда жоқ және болған емес. Өлтірілген Мәсіх те өзінің кітаптарында соны жазған. Яғни кезінде исламның ардақты Мұхаммед пайғамбары саллаллаху алейхи уассалам жүргізген жихадты жүргізу үшін белгілі бір шарттардың орындалуы қажет. Ондай алғы шарттар өлтірілген Мәсіхтің заманында болған жоқ. Сондықтан оның заманында бұндай жихадқа тыйым салынды. Өлтірілген Мәсіх Мирза Ғұлам Ахмед алейхиссалам айтады: жихадты сылтау етіп кәпірлерге шабуыл жасау шынайы жихад емес. Керісінше ол күнә. Ол Алла тағаланың және оның елшісінің саллаллаху алейхи уассалам тәлімдеріне қайшы келеді. Мұсылмандар жихадты желеу етіп, өз нәпсілеріне ерсін, ұры қарақшыларға ұқсасын деп ислам үйретпейді. Ол ары қарата былай дейді: сондай-ақ естерінде болсын, ислам қылышты бірінші болып қылыш көтергендерден қорғану мақсатында көтеруге рұқсат берді. Және кім бірінші болып өлім әкелсе, соған ғана өлім әкелуге рұқсат береді. Ол мұсылман емес басшының әділ және тең құқылы қамқорлығы аясында өмір сүріп жатқан мұсылмандарға оған қарсы бүлік жасауға ешқалай үйретпейді. Қасиетті Құранның ілімі бойынша бұл ізгілердің жолы емес, бұзақылардың жолы. Ол айтады: рахымды Алла тағалаға шүкір, біздің бойымызда шүкірсіздік және сатқындық деген нәрселер жоқ. Біз ағылшын үкіметінің бізге жасаған жақсылығын бағалаймыз. Біз оны Алла тағаланың рахымы деп білеміз. Өйткені Алла сихтердің қатыгез билігі заманында бізді құтқару үшін осы үкіметті бізге басшылық қылсын деп жіберді. Бұдан бөлек бұл адамдар, яғни британдық үкімет бізге ислам салт дәстүрін ұстануға тыйым салмайды. Керісінше, олар өздерімен бірге көптеген игіліктерді алып келді. Солардың арқасында біз дінімізді кеңінен таратуға мүмкіндік алдық. Біз оларға дейінгі ешбір үкімет бере алмаған тыныштық пен жайлылыққа қол жеткіздік. Егер біз оларға сол үшін шүкірлік білдірмесек, онда бұл біздің тарапымыздан жасалған исламның тәлімі мен ақлағынан алшақ, айқын әділетсіздік болады. Естеріңізде болсын, көрген жақсылығы үшін адамға ризашылық білдірмейтін адам Алла тағалаға да ризашылық білдірмейді. Қалайша ол көрінбейтін Құдайға ризашылық білдіреді, егер ол көріп тұрған адамның жақсылығына ризашылық білдірмейтін болса? Сондықтан біз бұл мемлекетті соғыс мекені деп атай алмаймыз. Бүгінде Ахмадияттың қарсыластары осындай пәтуаны тек өлтірілген Мәсіх шығарған деп адамдарды сендіргілері келеді. Бірақ бұл олай емес. Сол заманда Үндістан ғұламалары тарапынан Үндістанда қазір жихадқа негіз жоқ. Өйткені жихад жүргізуді рұқсат ететін алғы шарттар орындалмады. Сондықтан ағылшын үкіметіне қарсы қасиетті соғыс жариялауға болмайды, бұған тыйым салынады делінген көптеген пәтуалар шыққан. Өлтірілген Мәсіхтің өзі Пенджабта өмір сүрген. Ол жақта сихтар мұсылмандарға қалай озбырлық қылғандығы жайында әлгінде айтып өттік. 1857 жылы үндістер радикалды мұсылмандармен бірігіп ағылшындарға қарсы көтеріліс жасайды. Ол сипайлардың көтерілісі деген атпен тарихта қалған.
Сол кездері беделді ғұламалар тарапынан көптеген пәтуалар шықты. Сол пәтуалардан қазіргі уақытта ағылшын өкіметімен соғысуға болмайды деген түсінікті байқауға болады. Мысалы, Мәулави Мұхаммед Хусейн есімді молда мынадай пәтуа шығарған: 1857 жылғы тәртіпсіздіктерге қатысқан мұсылмандар күнәһарлар және Құран мен хадистерге сәйкес олар бүлікшілер мен арандатушыларға айналды. Ол ары қарата былай дейді: Британ өкіметімен соғысу немесе онымен соғысушыларға, тіпті мұсылман бауырларға да болсын, көмек көрсету анық күнәға жатады және оның сипаты әділетсіздік. Молданың шығарған бұл пәтуасы бүлікші мұсылмандарға бағытталған. Олардың қатарларын негізінен ағылшын өкіметіне қарсы соғыс жариялаған радикалды уахабиттер толтырған. Келтірілген сілтемелерден сол кездері беделді мұсылмандардың Британ өкіметіне қатысты ойлары қандай болғанын түсінуге болады. Сосын әлгі молда Мұхаммед Хусейн Баталви былай деп жазады: Үндістан христиан алпауыт елдің қарамағында болғанымен Дарул Ислам, яғни исламның мекені болып саналады. Бұны осы дәлелдерден аңғарамыз. Өзге ел билеушілерінің ешқайсысы, мейлі ол араб жерінің билеушісі болсын, судандық Мағди болсын, Иран шахы болсын, немесе Хорасанның әмірі болсын, Британияға қарсы діни соғыс жариялауына құқы жоқ. Басқаша сөзбен айтқанда, Мұхаммед Хусейн Баталви молданың түсіндірмесі бойынша, елдің ішінде тұратын азаматтардың барлығы билік иесіне бағынуы керек. Сосын ол басқа елдерге қарсы пәтуа шығарады. Егер сендер ағылшын үкіметі басқаратын территорияда тұрмасаңдар да, оған қарсы соғыс жүргізетін болсаңдар, бұл сендер үшін де заңсыз болып табылады деп. Әлгі молда тағы былай деп жазады: Үндістанда тұратын мұсылмандарға ағылшын өкіметімен соғысуға, оған қарсы бүлік шығаруға тыйым салынады. Қазіргі уақытта шариғат нұсқаулығына сай джихад жүргізудің ешқандай амалы жоқ. Өйткені қазір мұсылмандар арасында ықпалды да беделді имам жоқ. Ол ары қарата былай дейді: Қазіргі уақытта мұсылмандар арасында ықпалды да беделді имам жоқ және тиімді де пәрменді имамат жоқ. Сондай қарсыласын жеңуге үміт арқалататын айбынды жамағат та жоқ. Енді назарларыңызға сэр Сейд Ахмад ханның пікірін ұсынамыз. Ол сол заманның өте беделді саяси тұлғасы және мұсылмандардың діни көсемі болған. Сэр Сейд Ахмад хан 1857 жылы толқуларға қатысқан мұсылмандар жайында мынадай пәтуа шығарған: Әлгі бүлікшілер нағыз бұзақылар секілді әрекет еткен. Олардың исламға еш қатыстары жоқ. Ол кісі соғыс джихадына қатысты былай дейді: Мұсылмандарға үкіметіміз тарапынан қауіпсіздік қамтамасыз етілгендіктен, олар билікке қарсы ешқандай джихад жасай алмайды. Осыдан 20-22 жыл бұрын Үндістанда Мәулави Мұхаммед Исмаил есімді беделді молда адамдарды сикхтерге қарсы джихадқа шақырып уағыз жүргізген. Сол кезде ол ағылшын өкіметінің билігі астында бейбіт өмір сүріп жатқан адамдар джихад жасай алмайды деп анық түсіндіріп кеткен. Үнді субконтинентінде Ахли Сунна уал Жамааға қатысты мұсылмандардың көпшілігі Барелви ағымына жатады. Бұл ағымның негізін Мәулави Ахмед Разахан Барелви құрған. Британияның қарамағындағы Үндістан Дарул Салам ба әлде Дарул Харб ба, яғни бейбітшіліктің мекені ме, әлде соғыстың мекені ме деген сұраққа Мәулави Ахмед Разахан Барелви келесі түрде жауап берген: Үндістан бейбітшіліктің мекені, оны соғыстың мекені деуге ешқандай негіз жоқ. Сол заманда Үндістанда мұсылмандар арасында Сейд Ахмад Барелви есімді өте бір беделді адам өмір сүрген. Ол сикхтерге қарсы соғыс жүргізіп, сол соғыстың кесірінен қаза тапқан. Бірақ ағылшындарға қарсы ол ешқалай соғысқан емес. Бірде Сейд Ахмед Барелви соғыс джихадын жүргізіп, сикхтерге тойтарыс беру үшін шекара жаққа аттанып бара жатты. Сонда бір адам оған мынадай сұрақ қойды: Неліктен сіз ағылшындарға қарсы джихад жарияламайсыз? Олар исламды мойындамайды ғой, және осы елді билеп төстеуде. Неліктен олардан Үндістанды тартып алмаймыз? Бұған Сейд Ахмед Барелви келесі түрде жауап берген: Ағылшын билігі исламды мойындамағанымен, олар мұсылмандарға қысым көрсетпейді және бізге қатыгездікпен қарамайды. Сонымен қатар бізге діни міндеттерімізді атқаруға тыйым салмайды. Біз олардың билігінің астында ашықтан ашық уағыз жүргізе аламыз, дінімізді дамыта аламыз. Олар бұған ешқандай кедергі жасамайды. Тіпті егер бізге әділетсіздік жасалса, олар әділетсіздік жасаушыны жазалауға дайын. Біздің басты ісіміз таухидты уағыздап, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сүннетін жаңғырту. Бұнымен біз осы елде еш кедергісіз айналысып жатырмыз. Онда не себепті біз ағылшын билігіне қарсы джихад жариялап, екі жақтың қанын төгу арқылы ислам принциптерін бұзуымыз керек? Осы жауапты естіген әлгі адам үн қатпады. Оған джихадтың мәні енді түсінікті болды.
Бұл жазба Сейд Ахмед Барелвидің өмірбаянында келтірілген. Оның авторы Мұхаммед Джафар Танисри. Міне, джихадты іс жүзінде жүргізген адамның пікірі осындай болған. Оныкі расымен джихад болған, және ол сол джихадта қайтыс болған. Мауляна Шибли Номани есімді ханафиттік мазхабтың тағы бір үлкен ғұламасы былай дейді. Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам өмір сүрген алтын дәуірден бастап бүгінгі күнге дейін тұрып жатқан елдің билігіне мойынсұнып, оған адал болу мұсылмандар үшін мызғымас ереже болып табылады. Бұл олар үшін өмірлік қағида ғана емес, сонымен бірге олардың діни ілімдері де соны үйретеді. Бұл туралы Құран кәрімде, хадистер мен фихте, тура және жанама мағынада сөз етіледі. Енді әйгілі үнді сопысы Қожа Хасан Низамидің пікірін келтірейік. Ағылшындар біздің діни ісімізге араласпайды, және олар өз биліктерін қысым боларлықтай әсіре қолданбайды. Сонымен қатар біздің ешқандай әскери қару жабдықтарымыз жоқ. Бұндай жағдайда біз ешкімнің арандатуына бармаймыз, және өмірімізді қауіпке тікпейміз. Мінеки, бұл сол замандарда өз орталарында өте беделді болған ғұламалардың шығарған пәтуалары. Қарап тұрсаңыздар, олардың шығарған пәтуалары орынды, және олар ислами тәлімдерге негізделген. Егер осындай пәтуаларды уәделенген Мәсіх те шығарған болса, онда қалайша оның пәтуалары ислами емес бола қалады? Қалайша оның пәтуалары исламға қарсы бүлік болып саналады? Мәселе мынада, қазіргі ғұламалар тарихи оқиғалардың шынайы мән-жайын жасырады. Олар шындықты бүркемелей отырып, уәделенген Мәсіхке негізсіз айыптарды тағуда. Сонымен келтірілген тарихи куәгерліктерден мынадай қорытынды жасаймыз. Сол замандары Үндістанда ағылшындарға қарсы соғыс жиғатын жүргізуге қажетті алғышарттар орын алған жоқ. Сондықтан бұндай жихадтың қажеті болмады. Ал Ахмадия мұсылман жамағатының негізін қалаушысы, уәделенген Мәсіх Әзіреті Мирза Ғұлам Ахмед алейхиссалам, жихадқа тыйымды жария еткенде, ол оны өздігінен емес, исламның қасиетті пайғамбары Әзіреті Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам алдына ала айтып кеткен сөзіне негіздеп жасаған. Ардақты Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам уәделенген Мәсіхтің заманында діни соғыстарға тыйым салынады деген. Осылайша, Алланың елшісі өзінің бір хадисінде Мәсіх соғысқа тыйым салады деген. Ол сонымен қатар, оның заманында соғыс өзінің қаруын жерге тастайды деген. Бұл пайғамбарлықтарда уәделенген Мәсіхтің заманында діни джихадтың шарттылықтары болмайтындығы көрсетіледі. Осылайша Мәсіх және Мағдилікке талап білдірген исламдағы Ахмадия қозғалысының негізін қалаушысы соғысудың шарттары болмағандықтан хадистегі пайғамбарлыққа сай оған тыйым салған. Ол былай деп жазады. Достар, джихад туралы ойлардан арылыңдар. Өйткені бұл заманда дін үшін соғысуға тыйым салынған. Діннің имамы болған Мәсіх келді. Енді барлық діни соғыстар таусылды. Қазір көктен Құдайдың нұры түсуде. Сондықтан джихад туралы пәтуалар таратудың еш мәні жоқ. Кім осы кезде діни соғыс жүргізіп жатқан болса, ол сонысымен Аллаға қарсылық білдіруде. Кім соғыс туралы ойларды ұстанған болса, ол сонысымен ардақты пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам бас тартуда. Неліктен сендер ардақты пайғамбарымыздың хадисін жоққа шығарасыңдар? Егер кім ардақты пайғамбардың хадисінен бас тартса, онда сендер де ондай жаман адамнан бас тартыңдар. Неліктен сендер Язул Харба, яғни діни соғыстарға тыйым салған хадисті ұмытасыңдар? Бухариді ашсаңдар, сол хадисті міндетті түрде табасыңдар. Адамдардың ең ардақтысы Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам айтпап еді, уәделенген Мәсіх Иса барлық діни соғыстарға тыйым салады деп. Ол сонымен қатар былай деген: Мәсіх бітімгерлікпен келіп, діни соғыстарды доғаруды бұйырады. Кім осы бұйрықты естігенмен, бәрібір соғысуын доғармаса, онда ол кәпірлерден қатыгездікпен жеңіліс табады. Бұл Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлығы мұғжиза іспетті, және ол ойлана алатындарға жеткілікті. Уәделенген Мәсіх Әзіреті Мирза Ғұлам Ахмед алейхиссалам тағы былай деген: күмәнсіз біздің заманымызда осы елде қылышпен жихад жүргізудің алғы шарттары жоқ. Бейбітшілік пен тыныштық дәуірінде бұндай жихадқа орын жоқ. Бейбітшілік пен тыныштық дәуірінде бұндай жихадқа орын жоқ. Бейбітшілік пен тыныштық дәуірінде бұндай жихадқа орын жоқ.